саламатсыздар ма? Абай атындағы номер 4-ші жалпы білім беретін мектеп гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 7-ші А сынып оқушысы Абибулла Дәурен Ерболатұлы. Бүгінгі ғылыми жобаға алған тақырыбым тарихи фильмдердің идеологиялық ықпалы. Жетекшім Оразалиева Айнұр Айтбаевна. Тарихи фильмдердің бізге берері өте көп. Тарихи фильмдерді көру бізге өте маңызды. Ол жерде өткен замандағы болған оқиғалар өте қызықты. Ол жердегі кейіпкерлер болған оқиғалардың барлығы бізге керек. Себебі олардың батырлықтарын біз көру арқылы өзімізді жақсы жолға жетелейміз. Мысалы қазақ тарихында тарихи фильмдер өте көп. Мысалы Томирис, Көшпенділер, Алмас Қылыш секілді фильмдер бар. Ал әлемдік деңгей бойынша Гладиатор, Варяг секілді кинолар бар. Көшпенділер киносында ашаршылық зардабынан болған кино түсірілді. Ол жерде қазақтардың жоңғарларды жеңуі, ашаршылық заманда болған оқиғалар бейнеленген. Ал әлемдік деңгейдегі Гладиатор фильмінде сырт көзбен қарағанда қаһармандық көрсетілгенмен, ал іс жүзінде оны қараған адамдарға батылдық, күш, қайрат және де опасыздық, билік жайлы айтылған. Ол жерде де бізге берер нәрсе өте көп. Ал Варяг фильмі 2017 жылы түсіріліп, өте жақсы болса да, халықтың екі ұшты ойларының кесірінен ол фильм жойылып кетті. Ал әлемдік тарихи киноларда Титаник киносы да кіреді. Ол жерде драмалық оқиғалар болғанмен, апатқа түскен кеме туралы нақты айтылмаған. Қорытындылай келгенде, тарихи фильмдердің бізге берері өте көп. Тарихи фильмдерді көру өте маңызды. Олар бізді жігерлендіріп, патриоттық сезімімізді оятады, тәлім-тәрбие береді. Сондықтан үнемі жиі тарихи фильмдерді көріп жүру өте маңызды.